Алдында өзім алдырған шашым ұнамай қалған болатын. Өзімнің родной мастеріме кеп, қазір алдыртып шықтым. Бұйыртса ертеңгі жаңалықты шыдай алмай қазір айтайын деп жатырмын. Қазір келесі стористі қараңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін шаш алдыруға баратырмын. Шаш алғаннан кейін киімдерді реттеу керек. Потом ертең бір күшті жерге барайын деп тұрмын. Алла қаласа таңертең білетін боласыздар оны. Пока интрига. Қайырлы күн. Біз осындай группамен бізде съемка өтіп жатыр. Бізде Арыста жаңа магазин ашты. Керемет киімдермен. Қараңыздар. Мына жерде Өшіп кетті. Киімдерге осындай обзор. Құдай қаласа бүгін жаңа постпен күшті стористер күтіңіздер. В общем, біз семьямызбен паркке келдік. Бүгін праздник. Коля здесь. Достар, Варшаваға қайырлы күн. Давнодан не видели? Народ, день единства, да? Аха, день единства народа. В общем, адам көп паркте, атмосфера күшті, погода шикарная. В общем, мына мініп анда конца барып көрейін деп жатыр. Серик 36 годиков. Что думаешь, смогу? Сможешь? Ты все сможешь? Читалась? Еще как читалась? Просто вот здесь чуть-чуть биктил. Давай! Ну ты попробуй хотя бы. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Түркістанда бүгін екінші күн. Кеше біраз жерлерді аралап, біраз жер болғанда сол караван-сарайды араладық. Потом біраз қаланы аралап шықтық. Қазір енді Қожа Ахмет Яссауиға барып, ары қарай бұйыртса жолға шығатын боламыз. Қайырлы күн баршаңызға. Мен ерте тұрдым. Өзімді прям заставлять етім фактына тұрдым. Көзім ашып тұр. Ұйқым келді, но шырмалармен шыға жатырмын. Шырмалармен. Бүгін бірлік күні екен, бірлік күні құтты болсын баршаңызға. Бір кішкене өзіге шығайын деп жатыр. Саған бәрі жатыр. Көзім ашып отыр, ұйқым келді. Ұйықтамау керек. Зато кішкене сөйтіп режимді жөндеп алған шығармын деген ойдамын.